Армысыздар, қадірменді көрермендер. Аққошқар ауылдық мәдениет үйінің Адал адам мәдени тәрбие орталығының сұхбат тайм жобасы аясында бүгін бізде қонақта ауданымыздың ғана емес, еліміздің мақтанышы, мектепті алтын белгі төсбелгісімен тәмамдап, ұлттық бірыңғай тестілеуде 140 балдың иегері атанған білімді де дарынды жас Балқан Альфия Бақытбергенқызы. Қош келдің, Альфия. Ең алдымен өзіңді көрермендерге қысқаша таныстырып өтсең. Қош көрдік. Сіздерге де шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Мен Балқан Альфия Бақытбергенқызы. Осы Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Еңбек ауылында 2008 жылы дүниеге келдім. Осы ауылдағы орта мектепті Мардан Мадленов атындағы нөмір 232 орта мектебін бітірдім. Осы жылы алтын белгіге бітірдім. Отбасымызда ата-анам және де 4 бауырмыз. Солай жақындағы нағыз ұбт-дан 140 бал иегері атанып, Алматы қаласынан үй алып, бұйырса СДУ университетіне түскелі отырмын. Сені биылғы жеткен барлық жетістіктеріңмен алдымен құттықтаймын. Мектеп қабырғасында алтын белгі иегері болуды қашаннан бастап өзіңе мақсат тұттың? Менде бірінші сыныптан бастап, яғни 11 жыл бойы барлық сабақтарым үздік бағада, бестік бағада болды. Содан кейін енді мектептегі бір ең үлгерімі жоғары, тәртібі жақсы оқушы болғандықтан мен өзіме сендім, барлық сабақтардан жақсы болғанымды және де барынша тапсырмаларды уақытылы орындап жүргенімді. Содан кейін 9-шы сыныпта мен қызыл аттестат алдым. 9-шы сыныпты аяқтағаннан кейін 10 мен 11-ші сыныптарда үздік оқысаң алтын белгі аласың. Сонымен 11-ші сыныпты бастайтын кезде мектеп алтын белгіге ұсынатындарын айтты. Сондықтан сол үшін ұбт-ға да дайындығымды бастадым, бір жағынан сабақтарды да қатар алып жүрдім. Енді 140 балл алған сәтіңде қандай сезімде болдың, және ең алдымен кімге хабарласып сүйеніш сұрадың? Мен 140 балл алған сәтім, ол екінші нағыз ұбт, 1-ші шілде күні кірдім. Бірақ дәл сол сәтте шыққаннан кейін тест-центрден ешқандай тіпті эмоция болған жоқ, өйткені дәл сол сәтте бір сенбейтіндей нәрсе болды. Өйткені мен 1 жыл бойы осы 140 балды өте қатты күттім, өйткені дайындығым соған сай болды және де бір бұйырарын сезгендей болдым. Ең бірінші менімен бірге қолдауға анам барды. Анам айттым сол жерде, мамам кішкене жылап жүрді, көңіліне алып. Содан дәл тест-центрда компьютерде мен 140 балды көрген кезде 1 жыл бойы жасаған еңбегім, сол уақыттағы қиындықтар, жаңағыдай болады ғой, сабақ оқығың келмейтін сәттер, стресс дегендердің бәрі 1 жыл бойғы еңбегім жалпы көз алдымнан 1 минутта өтті десем болады. Содан кейін біраз қарап тұрдым, мен может дұрыс көрмей тұрмын, либо елестеп тұрма деген сияқты дүниелер болды. Содан кейін нақты сенімді болғаннан кейін уже курстан звондай бастады. Сосын анам үйдегілерге хабарласып айтты. Солай барлығы білдім. Сол жерде ең бірінші анам естіді. Енді мұндай жетістікке жету үшін күнделікті дайындығың қалай өтті? Бір күнгі жалпы жоспарың қандай болды? Менде 10-шы сыныпты аяқтағаннан кейін жазда уже дайындығымды бастап кеттім. Жазғы уақытта мен математикалық сауаттылықтан үйде өзімнің көкем математика мұғалімі, сонымен дайындалып, база қалыптастырып алдым да, содан кейін тамыз айында курспен бастадым. Содан бөлек мектепте де қосымша сабақтары болып жүрді, соларға да қатысып жүрдім. Содан нақты жоспарым азанда мектепке бару, яғни түскі уақыт сағат 14:00-ге дейін бізде барлық сабақтар болады мектепке. Сол сабақтардан шыққаннан кейін үйге барамын да, 15:00-де курстың сабақтары басталады. Курстың сабақтары 21:00-ге дейін болады кешкі. Сол курс арнайы өздерінің жоспарларын береді, тапсырмаларын береді. Солай жүрдім қаңтар ұбт-ға дейін. Ал қаңтар ұбт-дан кейін курс бойынша жалпы өткен барлық оқыған тақырыптарым бойынша тек қайталау жұмыстарын жүргіздім. Енді дайындық барысында ең көп қиналған пәнің қай пән болды? Оны қалай еңсердің? Менде өзім қиналған пән ол математикалық сауаттылық болды. Өйткені осы жылы ол жылдан жылға жаңағыдай программасы жалпы тапсырмалары қиындап бара жатты да. Сондықтан мен көп соған фокусымды қойдым, көп практика жасадым, үйде көкеммен есептер көп талдадым. Бірақ андай қаңтар ұбт-дан наурыз ұбт-дан 9 алып қала беретінмін, 10-нан 9. Содан 2 нағыз ұбт-да 10-нан 10 беріпті. Және де мен қиналған жоқпын Қазақстан тарихынан, бірақ барлық ұбт-ларында, тіпті бірінші ұбт-ында да маған 20-20 деген балл бұйырмады Қазақстан тарихынан. Мен бірақ бұл пәнге кәдімгідей салыстырмалы түрде барлығын білдім десем де болады, бірақ мұқиятсыздықтың арқасына, соның кесірінен немесе жаңағыдай варианттарды ауыстырып жіберу деген қобалжудың әсерінен менде 3 ұбт-да да осы пәннен 20-20 болмай кетті де, мен екінші нағыз ұбт-ыма негізі Қазақстан тарихтан 20-20 қою үшін кірдім. Өйткені барлық пәндеріне фул балл оған дейін қойып жүрдім да.
сосын қазақстан тарихымның кішкене бір арман болып кетті да 20-20 қойып кету деген мақсатпен кірген тұғынмын негізі екінші наурыз ұбт-ға. енді мынау дайындық барысында барлық бәрін тоқтатқың келіп бір шаршап кетіп сондай өзіңде ой болды ма? Ол кезде өз өзіңді қалай жігерлендіріп отырдың? Менде яғни сіз айтып отқан ол выгорание, сабақтан шаршау, сабақ оқуға деген тіпті құлшыныстың болмауы, шынында менде ол нәрсе наурыз ұбт-да менде регресс болдым қаңтар ұбт-дан, яғни 3 балл кем алдым. Сол уақытта мен жаңағыдай барлық 2 есе еңбектенсем де өзімнің балыма қанағаттанбадым да, содан барлық еңбегімді құнсыздандырып тастағандай болдым. Сол сәтте әрі қарай оқығым келмеді шыны керек, өйткені мен сол наурыз ұбт-дан 140 баллды қаттырақ күттім да. Содан мен алмай қалғаннан кейін қатты жаңағыдай сабақ оқығым келмей кетті. Бір аптада мен кітап ашпай кеттім, солай выгорание болған сәт болды, стресспен бірге. Ол сәтті қалай еңсердім? Мен дәл сол сәтте Өскемен қаласына олимпиадаға кетіп қалдым. Осылай директорым айтты мектепте, өзіңді демалдырып кел, жарысқа бар. Мен жарысқа да барғым келген жоқ, жаңағыдай барлығынан жаңағыдай шаршап кеткендей, бас тартқым келгендей болды да. Содан директорым айтты, Өскеменге барып демалып, бір жағынан жарысқа барып ойыңды бөліп кел деді. Содан Өскеменге барып кішкене энергия жинап келдім. Жаңа жарыста кішкене бәсекелестік деген дүние болады, жанып тұрған оқушыларды көргеннен кейін қайтадан энергия жинап келіп, наурыз ұбт-ға дайындығымды бастап кеттім. Дәл сол сәт мен үшін жалпы ұбт барысында ең қиын сәт болды, өйткені көп оқушылар выгораниеға, депрессия, стресске түссе, онда кішкене шығу қиын болады да. Өйткені өзін басқалармен салыстыру, жаңағыдай қорқыныш, мен грантқа түспей қалсам, осы қалаған балымды алмай қалсам деген дүние кез келген ұбт тапсыратын оқушылардың арасында болды. Сол нәрседе ұзақ уақыт қалып кетпеу керек, әйтпесе өзің күткен балды наурыз ұбт-да алу кішкене қиын болады, оның бәрі сабақ оқу процесіне әсер ететін болды. Солай жеңіп шыққаннан кейін менің дайындығым сол бұрынғы қалпына қайта түсті. Енді осындай жетістікке жетуіңе кімдердің еңбегі ерекше деп ойлайсың? Ең алдымен ол менің ата-анамның, отбасымның дер едім, өйткені менде 1-ші сыныптан бастап менің сабақ оқу үлгеріміне барынша көңіл бөлетін, және де дәл осы ұбт жолында 11-ші сынып жауапкершілігі мол жыл, сондай уақытта бірінші ең маңыздысы ол бәрінен бұрын қолдау. Дәл сол кезде нағыз керек уақытында нағыз керек қолдауды бере білген отбасымның арқасы деп айтар едім. Және де кез келген дүние дұға мен ниеттің арқасынан басталады. Сондықтан менің отбасым, яғни ата-анам менен қаттырақ сенді 140 балларыма. Мен өзім енді жоғары балл алатынымды білдім, потенциалым бар екен, бірақ 140 балл аламын деген ой болмады өзімде. Бірақ үйдегілер сол басынан оқу жылы басталғаннан бастап сенді, осы 140 балл аласың бұйырса, үлкен сыйлықтар аласың, бұйырса күшті өзің қалаған университетіне түсесің деген сияқты. Бірақ іштен мен өз-өзімді жейтінмін, қорқыныш болатын. Сондықтан ата-анамның, отбасымның қолдауы және осы курсқа келуіме де ата-анамның арқасы дер едім. Одан кейін мектептің арқасы әрине, яғни сенің мектептегі ең алғашқы фундаментіңнің қалануы, осы база болуы, оның бәрі мектепке байланысты. Және менің дәл осы қазақ тілі мен әдебиетін таңдауыма да мектебімнің мұғалімдері қазақ тілі мен әдебиетінен ең алғашқы 5-ші сыныптан Свет апай алды. Содан түрлі жарыстарға апарды апай, солай қызығушылығымды ашып, кейін 9-ші сыныпта нақты мен қазақ тілін әдебиетін таңдаймын деген кезде Топаева Жанар апай мені дайындады. Сол бойынша теориялар менде база болғандықтан мен таңдау пәндерінен әрі қарай жақсы алып кеттім. Сондықтан жоғары балл алатын оқушының мектептегі базасы болу керек, мектептен кішкене өзінің қаланған қағидалары болу керек, сондай дүниелер болу керек. Сондықтан мектебімнің үлесі көп деп білемін бұған. Содан кейін әрине мені осы ұбт кезінде кәдімгідей қадағалап дайындаған және де көп мүмкіншілік берген ол курс. Осы 3 фактордың арқасында осылай 140 баллға жеттім деп ойлаймын. Енді алдағы уақытта ұбт болады ғой әлде де. Сол оқушыларға қандай кеңес берер едің? ұбт-ға дайындалып жүрген оқушыларға? ұбт негізі жылдан жылға форматы өзгеріп жатыр, біріншіден. Екіншіден деңгейі қиындап жатыр, өйткені қазір жерде жатқан тегін грант жоқ қой, сондықтан да оқушылар уже ұбт-ның тактикасын, ұбт-ның логикасын түсіне бастағаннан кейін тест-центрда сұрақтарды қиындатып жатыр дегендей. Сондықтан оқушыларға неғұрлым ертерек бастауға кеңес берер едім дайындықты. Өйткені барлығын 11-ші сыныпқа келіп тақап қойған дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі 11 жыл бойы оқыған материалыңды, оқыған сабақтарыңды, тақырыптарыңды бір жыл ішінде қайталап шығу ол өте қиын. Сондықтан дисциплинасы бар оқушы, жаңағыдай өзінің қағидалары, жоспары, тұрақты оқи алатын оқушы ғана жетістікке жете алады да, ал
кішкене қабылдауы өте баяу оқушылар ілесе алмай қалуы мүмкін. Сондықтан өзінің ұбт-ға деген нақты дайындығын 9-шы 10-шы сыныпта оқушылар ертерек бастаса, сол кезде өздерінің уақыттарын үнемдейді және ешқандай стрессіз оқиды. Сол дүние деп ойлаймын. Және де кеңес берер едім, мамандықты дұрыс таңдау. Өйткені қазір оқушылар көбінесе таңдау пәндер өзі икемі бар таңдау пәндер таңдап кетеді да, бірақ шындығында ол таңдау пәндермен өздеріне ұнамайтын мамандыққа оқуға түседі. Яғни біз бір жыл қиналып таңдау пән оқитын шығармыз, бірақ соған сай 4 жыл бойы өзіміз ұнататын, өзіміз жақсы көріп істейтін мамандықты оқимыз, болашақ өмір бақи сол мамандықпен жұмыс жасаймыз. Сондықтан өзіңе ұнайтын, өзің таңдаған, өзің жүрек қалауың нені қалайды, сол мамандықты таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Енді өзің қандай мамандық таңдап отырсың қазіргі таңда алға қойған арман мақсаттарыңмен бөлісе аласың ба? Мен өзім жаңа 9-шы сыныпта нақты шешкендей, мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі және бір жағынан бұйырса магистратурада филологияны қосып оқығым келеді. Бізде қазір оқуда мүмкіншілік көп, яғни қазақ тілі әдебиетін таңдап отырып қосымша оқулар оқи аласың. Солай мүмкін тіл маманы болармын, мүмкін журналистика саласында тілші болармын деген де жоспарларым бар. Сол Алматы қаласындағы бұйырса СДУ университеті өзінің IB деген бізде оқыту жүйесі бар. Сол жүйесі бойынша халықаралық деңгейдегі мектептерде жұмыс жасап тәжірибе алмасып деген секілді мақсаттарым бар. Бұйырса бакалаврды аяқтағаннан кейін нақты шешем өзімнің мамандығымды. Қазір кішкене мүмкіншілік көп, яғни бір мамандықта оқып жүріп, екінші мамандықты қосып алып оқуға болады таңдау пәндері арқылы. Сол бұл мамандықты таңдаудағы себебім қазір қазақ тілінің болашағын ойлайтын және де қазақ тілінің жойылып кетпеуіне атсалысатын жастар қазір керек деп ойлаймын. Және де оқушылардың жаңағы ойларында, стереотиптерінде ол қазақ тілінің болашағы жоқ, бұның мамандығын табу қиын деген дүниені жойғым келеді. Шынында біз осы мемлекетте тұратын болғандықтан өзіміздің мемлекеттік тілімізді құрметтеуіміз және оған деген махаббатымызды жоймауымыз керек. Соны оқушыларға берудегі менің мақсатым болды. Ол нәрсе жай ғана қарапайым мұғалімдерге қарап олардан үлгі алудан басталды деп айтар едім. Енді өзің бос уақытта немен айналысқанды ұнатасың? Арнайы бір өзің не қылған хоббиің бар ма айналысатын? Менде 11-ші сыныпта мен негізі бос уақытым өте болған жоқ. Яғни мен 11-ші сыныпқа дейін болды. Мен бос уақытымда көбірек кітаптар оқитынмын, сүйікті киноларымды қарайтынмын. Одан бөлек мен 9-шы 10-шы сыныпта көбінесе белсенділікке көбіне қатыстым. Яғни қандай жарыс болатын болса соған барып, мысалға аптасына 5 күн сабақ болатын болса мен 3 күн жарыста болатынмын. Түрлі дебаттық шараларға қатысатын, спорттық жарыстарға, волейболға қатысқан ұнайтын, сессия дайындықтарына баратынмын. Содан кейін бірақ 11-ші сыныпқа нақты келген кезде мен ол нәрселердің барлығын кішкене ысырып, тек қана ұбт-ға ғана фокус бөлдім. Бірақ ұбт кезінде де жаңағыдай кішкене ойын бөлінетін дүниелер жасау керек қой. Ондай уақытта мен видеолар түсіргенді ұнататынмын, влогтар түсіргенді ұнататынмын. Оқушыларға жаңағыдай ұбт барысын түсіріп, кішкене сондай видеоблогтар, мобилография саласын қосымша оқып, сондай дүниелер жасадым ұбт кезінде. Бірақ көп фокус бөлмедім. Дәл осы 11-ші сынып ұбт-ға дайындық барысында бос уақытым өте қатты болды деп айта алмаймын. Жаңа хоббилар табамын деп ойлаймын алдағы уақытта. Енді өмірде нақты ұстанатын өзіңнің қағидаң немесе нақыл сөздер, үнемі өзіңе алға жылжуыңа мотивация ретінде пайдаланатын бар ма сондай? Менде нәтижеге жететін 3 фактор бар. Яғни осы 3 нәрсе болған кезде ғана шынайы нәтиже болады деген. Ол ең бірінші дұрыс ниет, яғни мен іште адамның дұрыс ниеті болу қажет кез келген жетістікке жететін кезде. Және де екінші нақты мақсаты, мен осыған жетемін деген. Және үшіншісі әрекет, яғни жүйелі әрекет. Осы 3 дүние болған кезде ғана шынайы нәтиже болады өзің күткен. Осы менің ұстанымым. Адамда бірінші ниет дұрыс болу керек, әрқашан ғана тастамау керек. Одан кейін мақсат армандай білу керек. Мынау шексіз әлемде өзіңді шектеп алма дейді ғой. Сондықтан барынша мақсатты да жоғары қоя білу керек та. Сонда сен соған жетуге талпынасың, әрекет етесің. Және ұбт тапсыратын болашақ түлектерге немесе жақында бір
кез келген бір сынақты басынан өткізейін деп жатқан, сынақ тест тапсырайын деп жатқан оқушыларға айтарым, ол жеңілгендер, ол жарты жолдан қалып қалған адамдар, ал нағыз жеңімпаздар ол соңына дейін барғандар. Яғни кез келген әрекетті бастайтын кезде соңына дейін өзің қалаған нәтижеге жеткенше күресу керек, соңына дейін бару керек. Сонда ғана нағыз жеңімпаз боласың деп айтқым келеді. Осы екі ұстаным менің ұбт барысындағы нағыз ұстанымдарым, цитаталарым болды десем болады. Ал Альфия, бүгінгі әсерлі әңгіме үшін, сұхбатымыз үшін саған алғыс білдіремін. Бүгінгі айтқан ойларыңыз көптеген жастарға жігер беріп, білімге деген құлшыныстарын арттырады деп ойлаймын. Білім мен еңбектің арқасында биік белестерді бағындыра бер, ел мақтанышына айнала бер. Рахмет, сіздерге де көп, сіздерге де жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Және осы қонақ етіп шақырғандарыңызға рахмет. Қырағы көрермендер осындай подкасттардан әсерлі дүние және де түр барлық ой алды деп ойлаймын. Сіздерге де рахмет. Алдағы оқуларыңа сәттілік, армандарың орындала берсін. Бізде бүгін қонақта болған 140 балл иегері Балқан Альфия Бақытбергенқызы. Бізбен бірге болғандарыңызға алғыс білдіремін.